Сәлем достар, сіздермен болған. Мен Дәулет Кезетпен, біз Clash of Clans'тен ойын жалғастырамыз. Уж видео шықпағаны көп күндей болып қапты, бір аптадай ма. Достар, мен воздушный бомба салдым, және 4-ші лагерь салып жатырмын уже. Және де нақтар Ратушам 6-шы уровень етіп жатырмын, нақта колдунды көтеріп жатырмын. Міне жақын мен кеше ғана колдун аштым. Енді колдунды 2-ші уровеньге көтеріп жатырмын. Достар, өйстіп дамып жатырмын. Міне фабрика заклинания салдым. Міне үшеуінде 4-ші уровень етіп тастадым. Уже міне жерімді де өзгерттім. Жақында екі кланға қосыламын, 14 сағат 26 минут. Бізге жаңа 2 адам қосылды. Біреуі Рашыл Кезет, біреуі Ливерпуль. Және 971 медаль жинадым. Серебряный лигаға қосылдым. Бәрін лигадан шығарып отыр, ал бірақ бір жерге шалдасын лигаға қайтадан қосылады. Рашыл Кезет менің ағам. Сол мені бұрында кланнан шығарып тастағанына ренжіп, бірақ ол мені кешірді. Сөйтіп қайтты, оның кланға қосып алдым. Міне 2 күннен кейін міне 200 алдым, 880 не бар, золото бар, соны құртпаймын, мынаға жинаймын. Жақында мынаны 5-ші уровень етем. Сонда мыналарды ашамын. Яғни мынаны екінші, сосын мультимартира, қысқасын айтқанда мартира, осындайлар салам. Дробичек салмаймын, 6-ші уровеньде саламыз. Достар, міне өйстіп табылып қалды, және де мен 25-ші уровеньге келдім уже. Кланымды ауыстырдым. Глава мына. Достар, кім Clash of Clans ойнап жатыр? Ешкім Clash ойнап жатқан жоқ. Бұл бәрі менің кланымда адамдар. Мынау Әділет Кезет. Бұл медаль 890 азайып қопты. Мына 936. Менен қалып қойды бұл. 2-ші орында қараңғы жерде, 3-ші орында мен қараңғы жерде де, сосын осы жерде де мен 2-ші орындамын. Орным ауыспайды. Жақтан да ауыспапты. Міне колдун көтеріп болды уже. Бүгін ғана көтеріп жатырмын уже. Жаңа таныда көтердім, таны ертең. Және де воздушный шарымды да 2-ші уровеньге көтеріп тастадым. Стена бойы қалды, соны көтерсек болды ғой. Енді содан кейін стена бойымды көтеріп қоямын, 2-ші уровень етіп. Сосын бәрі 2-ші уровень бар. Бірақ варвар 3. Достар, варвар 3-ші уровень, варварымды 3-ші уровень еттім. Қалған 2-ші. Стена бой 1. Менің жеке тактикам бар, міне 3 варвар, 13 воздушный шар, 13 колдун. Және бір фабрика заклинания не дейді аты. Сол грозовый заклинания. Сондай. Достар, міне мен дамып кеттіміз қатты. Дробичкім 2-ші уровень еттім. Және двойный пушкамды 2-ші уровень еттім. Фейерверкімді шашвый башня салдым. Міне достар, сосын міне лучницамды 6-ші уровень, варварым 6-ші уровень, гигант 4, мен 14. Енді біріне жоқса шық көрік. Ауылымыз екен. Мен қапырын жөріп көрік, сонда бомба шығуы мүмкін емес. Міне мегамайнер шықты. Бұзын. Дробичка әлі бар. Екі.
Кейін обратно строитель 5 күн. Мен бұдан қалдым. Дамып кеттім. Құтылатын шығар. Мен жөн ұтып тастауым мүмкін. Әлі не идея шықты. Не дейді? Дракончикке дейін ашам. Мен де дракончикке дейін ашам. Жақ 8-ден 8 сағат 1 минут қалды. 8 сағат 1 минуттан кейін міне мынандай ашылады. Сонда мен 60 мың, 120 мың, 200 мың толып кетеді. Негізі 400 мың, 7 мың, 35 болу керек, 500 мың дейсі, бірақ 400 мың толып кетеді. Келесі 4-ші бөлімде біз дом строительді 5-ші уровень естеміз ал. Надо 6-ші уровень тағатырым кристалл жетпейді, 364. Достар, міне өйстіп дамып жатырмыз. Лайк баса отырыңыздар, ұнаса. Сокровищеде өте ақша көп. Мортира негізі 4 ету керек. Достар, міне жақында селетелница ашамыз. Оны әділет кезет ашты, және де нұрақты кезет. Бірақ нұрақты кезет драконды ашпады. Ратуш ашып жетті. Не істеймін көптен. Мына алып еп тастаймын. Және де мынауымды не істеп тастаймын. Стена бойымды 2-ші уровень еп тастаймын. Достар, міне өстіп дамып келатырмыз. Достар. Сағат өте көп, 16 сағат. Достар, 2-ші уровень етін кедеді, бірақ та істемеймін оны. 3-ші уровень етуге болатын еді. Ал достар, мен осымен ақтен көрсетіп